Аясыл видео студиясы ұсынады. Туған жер анам еркелететін, көңілімді менің көркем ететін, қанаты талып жыл құстары да біздің ауылға ерте жететін. Қанаты талып жыл құстары да біздің ауылға ерте жететін. Санамда қалған елесің бекен, сағындым десем сенесің бекен. Түнгі аспанда ең жарық жұлдыз біздің ауылдың төбесіндеген. Түнгі аспанда ең жарық жұлдыз біздің ауылдың төбесіндеген. Қоңыр желескен қойнауларында, сейілдеу ғажап орман бауында, өзгешелеу бір шырылдаушы еді жасыл бағымның торғайлары да. Өзгешелеу бір шырылдаушы еді жасыл бағымның торғайлары.
63-ші орта мектебіне 90 жыл. Қызылорда облысы Арал ауданы Ақпай ауылындағы номері 63-ші орта мектебінің ғасырға жуық тарихы бар. 1933 жылы орталық комитетінің селолық жерлерде білім беру туралы қаулысынан кейін ауылдық жерлерде халқының санына байланысты бастауыш және 7 жылдық мектептер ашыла бастады. Осы қаулының негізіне сәйкес біздің ауылда 1934 жылы Ақпай серіктестігінде бастауыш 4 жылдық мектеп болып, оған Санаев Айтжан мұғалім болып келді. 1938 жылы Ақпай ауылы 20 жылдық Қазақстан колхоз болып құрылды. Осы жылдары мектепке 80 көптілеу болған. 1940 жылы Сүгірәлиев Биғали мұғалім, 1948-1949 оқу жылында Санжарбеков Шүгірла оқытушы болған. 1949 жылы ауыл атауы 30 жылдық Қазақстан болып өзгерді. Осыған сәйкес Мәстәт, Ақпай мектептері бірігіп, 7 жылдық мектеп болып, оның директоры Жұмағалиева Әлима басқарған. Бұл 7 жылдық мектепте Сенбеков Әубәкір, Байымбетов Бахраддин, Құрманбаев Әбдікәрім Айнашева Қарлығаш, тағы басқа оқытушылар еңбек еткен. 1951-1952 оқу жылынан бастап 1955 жылға дейін Ділмағамбетов Зәйтен мектеп директоры болып қызмет атқарған. 1955-1956 оқу жылында Еңсепов Жақсыбай мектеп директоры болған. 1956 жылдан 1959 жылға дейін Бекетов Сахи мектеп директоры болып қызмет атқарған. 1959-1971 жылдары бастауыш мектепке Құрманбаев Әбдікәрім директор болды. 1971 жылы 22 шілдеден бастап 8 жылдық мектеп болып қайта ашылды. 1971-1973 жылдары мектеп директоры болып Жүсіпов Үргенішбай қызмет жасады. 1973 жылдан бастап 1997 жылға дейін Аманжолов Қайролла мектеп директоры болып қызмет атқарды. 1993-1994 оқу жылынан бастап номері 63-ші Ақпай орта мектебі болып ұлғайтылды. 1997-1998 оқу жылынан бастап 2016 жылға дейін Сексенов Рамазан мектеп директоры болып қызмет атқарды. 2016-2017 оқу жылында мектеп директоры болып Қалиев Рахан қызмет атқарды. 2017 оқу жылынан бастап бүгінгі күнге дейін мектеп директоры болып Баймағамбетов Жақсымұрат қызметін атқарып келеді. Берекелі Арал ауданы Ақпай ауылындағы номері 63-ші орта мектепке биыл 90 жыл. Міне осы жылдар аралығында 11 директоры қызмет атқарған. Ғасырға жуық қасиетті қара шаңырақ оқушыларға сапалы білім, саналы тәрбие беріп, мыңдаған түлектердің болашағына бағдар беріп келеді. Білім мен ғылым бұл қоғамдық мүдде. Номері 63-ші орта мектептің басты міндеті ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарға бағдарланған. Функционалдық сауаттылық дағдылары бар. Білім алушы тұлғасының үйлесімді қалыптасуы мен даму үшін қолайлы білім беру ортасын құру. Мектеп оқушыларға сапалы білім мен саналы тәрбие беру барысында ынтымақтастық, жауапкершілік, мақсаттылық, өмір бойы оқу құндылықтарын негізіне салады. Өмір бойы білім алуға, жаңаны тануға, шығармашылыққа деген ынта және өз бетінше білім алуға дағдыландырады. Ұлағатты ұрпаққа тәрбие беру аса жауапты әрі күрделі міндет. Ұстаздардың арқасында тұтасып бір болудың құндылықтары мен
қасиеттері қалыптасатыны анық. Өркениеттің өлшемі де, мемлекеттің келешегі де қашанда қоғамдағы білім деңгейіне тәуелді. Қазіргі таңда мемлекет білім саласына қолдау көрсету үшін қолдан келген мүмкіндіктің бәрін жасап келеді. Бұл солай болуы тиіс. Ұрпақ білімі үшін жұмсалар еңбек пен уақыт. Номері 63-ші орта мектеп ұжымы қашанда абыройлы істердің ұйытқысы бола береді. Мектептің болашағы жарқын. Мақсаты
Армысыздар, қадірменді қонақтар, ардагер ұстаздар, ата-аналар және мектебіміздің түлектері. Іргесі бекен, керегесі кеңейген, бірлігі жарасып, арасы тасыған, сан түлекті самғатқан Алтын-Ия атты мектебіміздің 90 жылдық мерекелік кешіне қош келдіңіздер. Қасиетті қазыналы жердербіз, бауырмалымыз басалмаймыз белденбіз. Арыстанбап бабам жатқан ағелек, баурайында қоныс тепкен елденбіз. Бүгінгі мерекелік кешімізді ашып беру үшін сөз аудан әкімінің орынбасары Боқаев Нұрмұхаммед Омарұлына беріледі. Ардақты ағайын, құрметті қонақтар, енді ауданымыздың іргелі білім ордасы талай қырандарды қанаттандырып, талай ұландарымызды ұясынан ұшырған нөмір 63-ші мектепке 90 жыл толып отыр. Сондықтан да осы айтулы ғасырға жуық айтулы мерейтоймен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Осы орайда аймақ басшысы Нұрлыбек Машбекұлы және аудан басшысы Аманжол Сақылұлының ыстық лебізін жеткізуге рұқсат етіңіздер. Құрметті нөмір 63-ші мектеп ұжымы, қадірлі ұстаздар, баршаңызды Ақпай орта мектебінің 90 жылдығымен құттықтаймын. Білім ошағының ғасырға жуық белеске жетуі айтулы оқиға. Сіздер Қазақстанның орта білім саласын дамыту және сапалы ұрпақ тәрбиелеу ісіне зор үлес қосып келесіздер. Озық бағдарламалар мен тәжірибелерді басшылыққа алып, шәкірттерге сапалы білім беруде алдыңғы қатардасыздар. Оқушыларыңыздың білім бәсекелерінде топ жар үздіктер санынан көрінуі осының айқын дәлелі. Тәуелсіздігіміз еліміздегі беделді жоғары оқу орындарында білімін ұштап әр салада табысты еңбек етіп жүр. Осы орайда ұстаздар қауымына және барша ұжымға шынайы ризашылығымды білдіремін. Өздеріңізге жүктелген абыройлы міндетті әрдайым мінсіз атқарып, еліміздің ертеңі үшін аянбай еңбек ете беріңіздер. Сіздерге зор денсаулық, бақ береке және толағай табыс тілеймін. Құрметпен Қызылорда облысының әкімі Нәлібаев Нұрлыбек Машбекұлы. Номері 63-ші Ақпай ауылдық орта мектебінің 90 жылдық мерейтойы қарсаңында Қызылорда облысы әкімінің құттықтауымен номері 63-ші орта мектеп ұжымы марапатталады. Арал ауданы әкімінің құттықтауымен номері 63-ші мектеп ұжымы марапатталады. Құттықтау жеткізуге рұқсат етіңіздер. Құрметті номері 63-ші Ақпай орта мектебінің ұжымы, құрметті түлектер. Талай талантты түлетіп ұшырған Алтын-Ия мектептеріміздің 90 жылдық мерейтойы құтты болсын. Ғасырлар қойнауында бұл мектеп талай табыстарға жеткен еліне елеулі ұлт мақтаныштарын тәрбиелеп шығарды. Бұл кешегі мен бүгінгі ізденімпаз әрі ұлағатты ұстаздардың еселі еңбегінің жемісі. Тарихи терең оқу ошағынан тәуелсіз елімізді қарыштап дамытатын зеректе ойшыл шәкірттер қанат қағып, білім нәрімен сусындап өсетіне сенімім мол. Сіздерге жауапты әрі маңызды қызмет, ұрпақ тәрбиесіндегі еңбектеріңізге әрдайым шығармашылық табыс тілеймін. Құрметпен Арал ауданының әкімі Аманжол Сақылұлы Оңғарбаев. Марапаттарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерді естелік суретке түсуге шақырамыз. Құрметті қонақтар, мерейтойларыңыз құтты болсын. Ұлағатты ұстаздар, еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Бүгінгі шараның жақсы жоғары деңгейіне өтуіне тілектеспін. Өзімізде атсалысамыз. Рахмет. Номері 63-ші орта мектеп ұстаздарын марапаттау үшін сахна төріне Арал ауданы бойынша білім бөлімінің басшысы Жанназарова Санира Нұрғожағызына және аудандық білім бөлімінің кәсіподақ комитетінің төрағасы Жұмабай Мейірманов мырзаға беріледі.
құрметті әріптестер, құрметті қонақтар, мектеп түлектері, киелі білім ордасының мерейлі мерейтоймен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Қызылорда облысы білім басқармасының құттықтауымен номері 63-ші мектеп ұжымы марапатталады. Басқарма басшысының ыстық лебізін жеткізе отырып, ол кісі Астана қаласында іс-сапарда болуына орай телефон соғып, сіздерге үлкен өзінің құттықтауын жеткізуімді сұрады. Енді Қызылорда облыстық білім басқармасының басшысы Ешанов Асқарбек Темірбекұлының құттықтау мәтінін оқуға рұқсат етіңіздер. Құрметті 63-ші орта мектебінің ұжымы, сіздерді 63-ші орта мектебінің құрылғанына 90 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап Қазақстанның орта білім саласын дамыту жолында саналы ұрпақ тәрбиелеу ісіне зор үлес қосып келесіздер. Озық бағдарламалар мен тәжірибелерді басшылыққа алып, білім берген шәкірттеріңіз үздіктер қатарынан табылып келеді. Мектеп түлектері еліміздегі беделді оқу орындарында білімін ұштап, әр салада табысты еңбек етіп жүр. Қалыптасу жолында күрделі үлкен белестерден өткен білім ордасы 90 жылда іргесі бекіп, керегесі кеңейді. Білім беру ісінде өзіндік құндылықтары бай дәстүрлерінің сабақтастығын әрі қарай жалғастыру келе жатқан ұстаздар қауымына барша ұжымға алғысымды білдіремін. Өздеріңізге жүктелген абыройлы міндетті әрдайым мінсіз атқарып, еліміздің ертеңі үшін аянбай еңбек ете беріңіздер. Баршаңызға зор денсаулық, бақ-береке және ұрпақ тәрбиелеу жолындағы күрделі де жауапты іске толағай табыс тілеймін. Құрметпен басқарма басшысы Ешанов Асқарбек Темірбекұлы. Құрметті қонақтар, дәл осындай құттықтау хат облыстық кәсіподақ білім қызметкерлері кәсіподақ комитетінің төрайымы Гүлнар Бабабекқызы Есқалиевадан. Құрметті 63-ші орта мектеп ұжымы, сіздерді берекелі білім ордасының 90 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Адамзат тарихында өркениеттің алтын тұғырына айналған мектептің қадірі жоғары. Әрбір азаматтың білім нәрімен сусындап, тағылымды өнеге алып, таным биігіне шығуына да киелі шаңырақтың ықпалы жоғары екені даусыз. 1934 жылы Ақпай серіктестігінде ең алғаш бастауыш 4 жылдық мектеп болып ашылып, бұл білім ордасы 1992-1993 оқу жылынан бастап 63-ші Ақпай орта мектебі болып ұлғайтылды. Содан бері арманға қанат қақтырған ғылым жолындағы мектеп пен ұстазға алғыс азайған емес. Көпке үлгі, болашаққа бағдар бола білген номері 63-ші орта мектеп ұжымы қашанда кәсібилік пен жаңашылдық көрсеткіші. Білім ордасының бүгінге дейін қол жеткізген жетістігі, бағындырған белесі тынымсыз ізденістің нәтижесі екендігі сөзсіз. Оны алтын белгі және үздік аттестат иемденген шәкірт марапаттарынан, ұстаз абыройынан байқауға болады. Болашақта да мектептің абыройы артып, білім мен тәрбиені тең ұстаған шәкірттері жеңісті жолды жалғастырары белгілі. Құрметті 63-ші орта мектеп ұжымы әрқашан білім шыңына ұмтылып, шәкірт алғысына кенеліп жүріңіздер. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, кәсіби жетістік тілеймін. Құрметпен облыстық кәсіподақ комитетінің төрайымы Гүлнар Есқалиева. Кәсіподақ ұйымынан смарт теледидар тарту етіледі. Үлкен ықыласпенен аудандық білім бөлімі және кәсіподақ комитетінің атынан
Құрмет қағазын табыстауға рұқсат етіңіздер. Құрмет қошеметтеріңіз болсын. Номері 63-ші Ақбай ауылдық орта мектебінің 90 жылдық мерейтойы қарсаңында облыстық білім басқармасының алғыс хатымен Сексенов Жарасқан Ербозымұлы марапатталады. Директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары. Нұрымов Руслан Үсенұлы марапатталады. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Дәл осындай алғыс хатымен Махатова Шолпан Ибраш қызы марапатталады. Орыс тілі пәнінің мұғалімі. Иманбаева Гүлмараш Сердал қызы марапатталады. Математика пәнінің мұғалімі. Молжігітова Елмереке Жақсылық қызы марапатталады. Химия пәні мұғалімі. Сексенова Света Ербозым қызы марапатталады. Тарих пәні мұғалімі. Дәл осындай алғыс хатымен Нұралиева Жеңіскүл Қайырмағамбет қызы марапатталады. Бастауыш сынып мұғалімі. Құрметті марапат иелеріне құрмет қошеметтеріңіз болсын, қадірлі қонақтар. Сіздерді естелік суретке түсуге шақырамыз. Марапат иелер орындарыңызға жайғасуларыңызды сұраймыз. Жылдық мерейтой қарсаңында Арал аудан бойынша білім бөлімі және аудандық кәсіподақ ұйымының құрмет грамотасымен Шүкірбаева Күлжамал Шора қызы марапатталады. Бастауыш сынып мұғалімі. Ақбиманова Ранайгүл Нажмадин қызы марапатталады. Математика пәні мұғалімі. Дәл осындай құрмет грамотасымен Қойшыбаева Жәмила Өмірзақ қызы марапатталады. Физика пәнінің мұғалімі. Жолмырзаева Айгүл Өткелбай қызы марапатталады. Шағын орталық тәрбиешісі. Бастауыш сынып мұғалімі Мектепбаева Бағдагүл Өмірзақ қызы марапатталады. Дәл осындай құрмет грамотасымен Бетенова Алтынгүл Сая қызы марапатталады. География пәні мұғалімі. Марапат иелеріне құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар. Марапат иелерін құттықтай отырып, естелік суретке түсуге шақырамыз.
шын жүректен құттықтай отырып, орындарыңызға жайғасуларыңызды сұраймыз. Роза Әлқожаның аны қазағым орындайтын Жадырагүл Сексенова. Жадырагүл апайымызға құрмет қошеметтеріңіз болсын. Келесі сөз Арал аудандық Зейнолла Шүкіров атындағы шығармашылық бірлестік қоғамдық бірлестігінің төрағасы, Қазақстанның құрметті журналисті, Арал ауданының құрметті азаматы, жазушы Жұмабай Жақып ағамызға беріледі. Құрметті мектеп ұжымы, ата-аналар және осы тойға қатысып жатқан жолдастар, бүгінгі қара шаңырақтың 90 жылдық мерекесі баршаларына құтты болсын. Мен бұл мектепте оқымасам да, бірақ біздің бабаларымыздың, атамыздан жетіспеден бастап ат тұяғының ізі қалған қасиетті жер. Оның бір жағында менің әкем де осында жұмыс істеген, қызмет еткен. Бірінші май колхозында есепші болды, ферма меңгерушісі болды. Оның бір жағында совхоз болып құрылғанда бақташы болды. Мен сол оқуға, жоғары оқу орнына түскенше бір жылдай әкеме көмекші болып, мен де осы Ақпайда еңбек еткенмін. Оның бір жағында Қалмаш пен Ақпай бәрі астасып жатқан ел. Малда аралас, өзді аралас. Сондықтан да мынау Ақпай мен үшін де ыстық.
Өсел пақтасы жүргенде Әлпірген ағамыз сапер болатын, сонда көретінбіз. Біз мектепте оқып жүргенде осы Ақпайда құс фермасы ашылды, аудан бойынша бір алғаш рет. Сол құс фермасында бізді мектепте оқып жүргенде осындай қоғамдық жұмысқа тартатын, құсты тазалауға келетінбіз, қолғабыс беретінбіз. Оның бір жағында осында сауын фермасы болды. Соға жағы осында күзде шөп шауға көмектесеміз, сүрлем салуға көмектесеміз. Себебі біз жаз айында да кейде тын таппайтынбыз. Осы Ақпайға қолғабыс беретінбіз. Сол кезде көретінбіз, осы мектепте Әбдікер деген ағаларымыз қызмет етті осы мектепте. Оның бір жағында Нәжмедин ағамыз қызмет етті, өзім білетіндерді айтып отырмын ғой. Қамбаштан өзімізбен бірге оқыған Айжарқынова Зибабыл қызмет етті. Бізге класс жетекші болған Қамбашта Үргештен Жүсіп ағамыз осында келді, осы мектепті басқарды. Онан кейін әулетімен, отбасымен мұғалімдер династиясын жасатқанда Қайырлы ағамыз осында қызмет етті. Мен өзім білетіндерімді айтып отырмын. Сондықтан да бұл мектептің тойы маған да ортақ. Сондықтан мынау енді сіздердің торқалы тойларың құтты болсын. Енді мен ауданда сол жиылы шығып атындағы шығармашылық бірлестігін басқарамыз. Қоғамдық жұмыс қой. Бірақ мектеп пен білім саласының қызметкерлерімен біз тығыз байланыстамыз. Солардағы шығармашылықпен айналысатын, өлең жазатын, әңгіме жазатын, өнерге жаныққан жандардың бәрі де біздің сол мүшеміз деп білеміз. Әйтеуір біз соларға қолымыздан келгенше көмектесуге, жастарымыздың жаңа өлеңдерін, жаңа әндерін өзіміздің шығып тұрған әлеуметтік газетіміз бар. Негізі осы шығармашылық өкілдеріне арналған соған жариялап тұрамыз, қолдау көрсетеміз. Кеше елімізде белгілі ұлы жазушымыз Әбжанның 100 жылдығын атап өтті. Сонда да шығармашылық бірлестігі бара жұмыс істеді. Біз сіздердің әлде біргеміз жұмыс істей береміз. Мынау тойлар той қыласын дейміз. Қанша адамдар бәрі келіп жатыр. 90 жұрттың өзі 9 белес. Осы өңірдің тарихымен, өмірмен тығыз байланысты. Мынау сіздердің жеткенше жатқан жерлерге, осы мектептің орналасқан жері, мынау Арыстан әулие жатқан қасиетті мекен. Сондықтан да осы қасиетті мекенде орналасқан осы киелі шаңырақта оқушыларымыздың жақсы биікте көрінуіне, сіздердің араларыңыздан талантты жастардың шоғырына тілектестік білдіремін. Мынау енді торқалы тойларыңыз құтты болсын. Жеңістен жеңіске жете беріңіздер. Бас аман болса, мектептеріңіздің алдағы 100 жылдығына да жетейік. Мереке құтты болсын. Білім алып, қазіргі таңда еліміздің әртүрлі саласында абыройлы қызмет етіп жүрген мектеп түлектерімен мақтанамыз. Мектебімізден талай басшылар, өнер қайраткерлері, ғалымдар тәрбиеленген. Номері 63-ші орта мектептен соңғы 10 жылдығының өзінде 8 алтын медаль иегері және 6 үздік аттестат иегерлері шыққан. Алдарыңызға мектебіміздің түлегі, қазіргі таңда Арал аудандық мәдениет үйінің басшысы, құрметті қонағымыз,
Молжігітов Алмазбек Жақсылықұлын және республикамызға белгілі журналисі Жарикеева Итолған Найзағұл қызын шақырамыз. Қайырлы күн, ұстаздар, ауылдастар. Жалпы бүгінгі тойға келіп отырған қауым, біздің ортақ тойымыз, алтын ұямыздың биік белесі баршаларыңызға да құтты болсын. Осы мектептен жаңа жүргізушілер айтып өткендей, талай-талай мықты үлкен ағаларымыз, апаларымыз шықты. Солардың ізін басқан біз қателеспеуге тырысып, соларды жеткен биік белестерге біз де жетсек деген талпыныста осы елдің әр қиырында еңбек етіп жатырмыз. Баршаларыңызға, әсіресе ұстаздар, сіздерге оқу ине мен құдық қазғандай дейді, сол ине мен құдық қазғандай бейнеттеріңіздің зейнетін көріңіздер, рәтін көріңіздер. Әрқашан шәкірттеріңіз сіздердің жақсаттарыңызды шығарсын, сіздер мақтанатындай шәкірт болуға лайық болайық деп есептеймін. Енді мен сөз беретінін білген жоқпын, дайындалып келедім, бірақ бұрынғы бір өлеңімді оқып берейін. Күндер-ай күндер келмеске кеткен, бұлдырап әркез кетпейсің естен. Құлақта тынып тұрады үндер, мен айтам апай, мен айтам дескен. Есімде әлі қоштасқан сөзім, бойымды билеп, беймәлім сезім. Аңсаймын қазір сағына сені, алаңсыз албырт, балауса кезім. Шуағын төкті мамырдың күні, қауызын жарды қырдың жас күлі. Қақтырды қанат, сәт сапар тілеп, сыңғырлы күміс қоңырау үні. Күрсініс күйін жүрекке төккен, сағындым сол бір қоңырау үнін. Той құтты болсын ағайын. Мен енді осы сахнада 13 жасымнан бастап өлең айтқан екенмін. Сол енді бүгін 90 жылдық мерейлі тойында осы елге қуанышқа ортақтасып, мерекелі мерей той құтты болсын деп, мынау енді басшылық ықыласын білдіріп жатыр. Сол мереке осы тілектес бола отыр. Осы үлкендерімізге, осы елге әлін келгенше бір ән салып берейін, қабыл алып отырыңыздар. Мереке құтты болсын. Жақсы көңіл отырыңыздар.
жылдық мерейтойына арнайы шығарылған ғасырлар мұрасы болып табылатын сан түлекті самғатқан алтын ұя атты кітаптың тұсаукесер рәсімін ашып беру үшін Ортаға ауылымыздың абыз ақсақалы, Нұрқабыл жеткерген Нұрқабылұлын, зейнеткер Аманжолов Қайрулла, 80-ік Рамазан ағамызды, ауыл әкімі Аманжолов Қайрат Қайруллаұлын, және мектеп директоры Баймағамбетов Жақсымұрат Жақсылықұлын сіздердің қошеметтеріңізбен сахна төріне шақырамыз. Құрметті қонақтар, құрметті ауыл тұрғындары, құрметті түлектер, мына бүгінгі ауылымызда болып жатырған нөмір 63-ші Ақбай орта мектебінің 90 жылдық мерейтойына қош келдіңіздер. Мына бүгінгі күні талай түлекті жан-жақта, облысымызда, осы еліміздің түкпір-түкпірінде жүрген түлектердің бәрін бүгінгі мерейтойда басын қосып жатыр. Әрине біз ауыл болып осы түлектерімізбен ауылда осы мектептен шыққан шәкірттермен қуанамыз. Қош келдіңіздер бүгінгі мерекеге. Мына бүгінгі іс-шара оңынан болсын, сәтіменен өтсін. Барлықтарыңызға жақсы көңіл күй тілеймін. Құрметті Нұрмұхамед Омаров, құрметті Санира Нұрғожақызы, құрметті ақсақалдар, құрметті әжелер, аналар, құрметті бауырлар, құрметті түлектер, бүгін біздің Ақтүйенің қарны жарылып, үлкен той қылып жатырмыз. Бұның себебі осы 90 жылдық негізгі қалауына байланысты болып отыр. Осыған атсалысып, көмектесіп жатқан сіздерге үлкен рахмет. Негізгі шығып тұрған себебіміз осы жерде енді қазір кітаптың тұсаукесері кесілетін болады. Соған ең бірінші бізге көмектескен, барлық зерттеулерді жасауға атсалысқан үлкен біздің осы басшы болған Қайырлы ағай менен Рамазан ағай бар, және осы жерде отырған Жеткерген ағам осы кітаптың негізін қалауға, негізін жасауға барлық күш-жігерін аямай бізге көмек жасады. Осы кісілерді арнайылап шақырып отырған себебіміз сол. Бүгінгі мереке баршаңызға құтты болсын, тек жақсылық болсын. Келіп ізгі тілек білдіріп жатқан сіздерге рахмет, Алланың нұры жаусын. Тек жақсы күндерге жолығайық. Жаңа айтып кеттім, осы кісілерге өзімізді осы мектептің атынан арнайылап шапан жапқымыз келіп тұр. Осы кісілердің жолын бізге берсіндер. Қошеметтеріңіз болсын. Ардагерлеріміз жасай берсін.
батқан алтын үй атты кітаптың тұсаукесер рәсімін бастаймыз. Атсалысқан мектеп түлегі ауылымыздың абыз ақсақалы Нұрқабыл Жеткерген Нұрқабыл ұлына және демеушілік жасаған мектеп ұжымына және мектеп түлектеріне алғыс айтамыз. Құрметті қошеметтеріңіз болсын. Құрметті ағалар, орындарыңызға жайғасуларыңызды сұраймыз. Сіздердің құрметтеріңізге ұстазым әні орындайтын Үсен Даяна қарсы алыңыздар. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен сұлуда сымбатты ханшайым Үсен Даяна. Сахна төріне Ақбай елінен шыққан номері 63-ші мектептің түлегі Нұрдуған Тұржанов ағамызды шақырамыз. Assalamualaikum ағай. Ақбай өзіміздің туып өскен Ақбай ауылым. Сәлімі кітапқа қызығын кіріп, түсініп көрмей қалдым. Бүгінгі сөз беріп жатқандарыңызға көп рахмет. 90 жылдық мереке құтты болсын. Әр елдің басшысы болады, жолы болады. Облыс аймақ басшысы деп айтқан облыс әкімі, аудан әкімі, білім басқармасы ерекше жолдарыңыз құтты болсын. Өйткені дәл осылай осы жолмен басқарылып
ретін салмаса, елдің жолы да жоспарлы дейін өсіп тұруы аса маңызды. Кітаптарды шығарғаныңызда өте керемет екен. Енді бәрі де жақсы әдемі өтіп жатыр. Туған жеріміз осы мектепте Ақпайда туып өсіп, осы мектептен тәрбие алдық. Біздер 65-ші жылғыларымыз осы мектептегі. Сөз біргесін айтып өту керек. Енді Әбдікер ағайымызды, Шара апайымызды, Аққалам апайымызды, Көшекбай ағайымызды, Майдан апайымызды, Жеткерген ағамызды, ағайымызды, әлі ағам қойын, болғанның тәрбиесін алғасын ағылып кеттім. Шырайкүл апайымызды, мен бұлаш жетекшім Ұлдай апайымыз, директорымыз Қайырлы ағамыз, Үргеншбай ағайымыз. Мінекей осылай кісілердің бәрін осы жерге бір сәт түсірсеңіз, атын атап тұрып келіп, аттарын атағымыз келетін сәтте осындай мүмкіндіктер бергендеріңізге көп рахмет. Осы жерден біз тәрбие алдық, білім алдық, бастауыш мектептің қаншалықты қуатты екенін кейін қызметтерде жүрген кезде түсіндік. Осы мектеппен қатар ауыл, біздің Ақпай бәріміз бір ауыл сияқтыдық, бәріміз де сол үйлердің баласы сияқтыдық, бір-бірімізге сезініп бірге жүруіміз. Осы жерде кейіннен енді қызмет саласында, заң саласындағы 65-ші жылдардан қызмет жасағандар, Мектепбаев Ақпаймен Өмірзақтың баласы мен екенін ұмытылған заң саласында қызмет жасап жатырмыз. Ақпай әлі сол өзінің ұлттық қауіпсіздік комитетіндегі қызметтерді жалғастырып жатыр. Үлкен қызмет. Сондықтан мен прокуратура сот салаларында жасадым. Бірақ енді мен Қызылордада емес, Жамбыл облысында аудандық, қалалық, облыстық прокуратура салаларында, сосын сот саласында, Маңғыстау облысында аудандық сот, облыстық сот және аудан сот төрағасы қызметтерін атқардым. Қазір адвокаттар жұмыспен елге жақындарым келіп, осы Ақтөбедемін. Бәріңізге де жақсылық тілеймін, құтты болсын. Мен Ақпайды жақсы көремін деп айтайын. Елің қалан болсын. Құрметті қадірлі қонақтар, Баймағамбетов Жақсылық ағайымыздың атынан Нұрдуған Тұржанов ағамызға арнайы сый-сияпат табыстауға рұқсат етіңіздер. Енді Ақпайдың әрбір адамы, әрбір қазақ ақын ғой, әрбір қазақ ақын, әрбір қазақ өзі ішкі дүниесі кең, бір кең даланың иесі. Біздерде кейде осы бастапқы мектептен алған іліміміз болар. Кей кезде бір өлең толғаулар жинаймыз. Жаңағы осы жердегі Жанқожа Батыр туралы айтсақ та, көне билер Жарықбас туралы айтсақ та, Бердалы мен Сердалын айтсақ та, Жетес биді айтсақ та, Жұмабай ағам айтып кетті. Оның бәрі терең тарихи із. Бұл зерттелген кісілер, зерттелмегендер қаншама. Сол бір іздерде келе жатырмыз. Соңғы осы аса қажеттілік туындап, еліміздің Арал өңірінің кейінгі кездегі Арал теңізінің атауы, Арал билігінің ізденістер, соларға қатысты Әбілқайыр хан, Ерофееваның Әбілқайыр хан деген кітабын қазақшаға аудардық. Тек қана бір жиынға айналып аударылды. Өйткені кемшіліктері бар. Ана орыс тілінен гөрі осылай аударылып, сосын көрнекті құрал ретінде аударылды. Онда осы біздің Арал өңірінің оңтүстік Аралмен қатысты, солтүстік Аралмен қатысты 18-ші ғасырдағы Әбілғазы ханның билік еткен тұстарындағы Арал атауының қалай басталуына қатысты осы ізденістер болып, сол ішінде көп жаңағы ғалым Ерофееваның астын сызған жерлері көп. Әбілқайыр дәріптеуден гөрі өз ауылымызды іздеу үшін аударылған кітап. Сондықтан осы Ерофеева тарих ғылымдарының кандидаты профессор Карл Байпақовтың кіріспе сөзі бар. Осы кітапты біз аударып шығарған болатынбыз. Соны мектепке Жақсымұрат ілме сыйға алып келген едім. Енді арнайы көрсету ойды, бірақ ілімнің осы ұйымдастыру барысындағы жолымен Жолыққан қандай жақсы орындайтын Света Тоғызбаева.
жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Құдай бізге бергені рас бақиық, әрбір жаста талапты деп таниық. Ақиректе атқар құмар жастар бар, ақиректе әншілер бар, ақиық. Әлі талай таң қалдырар көп елді, бастамымен өркендерді көгерді. Өне бойы тұнып тұрар дарынға, бұл өркенің әр ұланы өнерді. Мектебіміздің 90 жылдық мерейтойы баршаңызға құтты болсын. Жақсы күндерге жолыққанша сау саламатта болыңыздар. Мерекелік кешіміз ары қарай жалғастырады. Екінші бөлім. Қонақтар, ардақты, ұлағатты, ардагер ұстаздар, әріптестер. Нөмір 64 мектебіміздің сан түлекті самғатқан алтын аяқты 90 жылдық мерейтойымызға қош келдіңіздер. Мектеп мерейтойы бұл өзіндік тарихы белес қана емес, сонымен бірге жүріп өткен жолды бағалауға,
өз өмірін, талантын туған мектебіне арнағандардың жылы сөзбен еске алуға мүмкіндік беретін маңызды кезең. Құтты болсын бүгінгі 90 жылдық тойымыз, орындалсын ниетпен арман тілек ойымыз. Арналсын саған тілектер, елжіреп соқсын жүректер, яғнан ұшты қаншама қанатын қағып тілектер. Өсе беріңдер, көргендей беріңдер, барлығы жақсы бола берсін, дендерің сау болып, осындай ұстаздар тәрбиелей беріңдер. Ал міне жаңағы зейнеткер ұстаздар деп жатыр. Осы жерде Толқын тәтеміне, Толқын апай ғой бізге класс жетекші болды, біздің апайымыз бастауышта да оқыпты. Енді Аққалам апай отыр екен ана жерде. Бізді де бастауышта, жоғары класста оқытқан. Мен мына жерде жүргізуші болып кеттім, кешіріңіздер. Мына апайларымызды көргесін, зейнеткер ұстаздар шық деп аттасын айтып жатырмын. Кәне Аққалам апай келіңіз. Бүгінгі тойға келіп отырған қонақтар, қош келдіңіздер. Үлкен мерекелеріңіз құтты болсын. Көргендер бар, көрмегендер бар. Біздің де бұдан дейін кеткенімізге 47 жыл болыпты. Қазір Бекбауыл деген жерде тұрамыз. Өткенге салауат, қалғанға береке. Жастарымызға жас қосыла берсін, үлкен ағалар. Ардагер деп жатыр ғой, рахмет іздегендеріне. Осы бір ай шамасында базар іздеді. Суреттеріңіз керек етті, өмірбаян керек етті. Отыр ағайлар, қайнаға отыр, ағай отыр, бәрімізға да құтты болсын. Мың жасай беріңіздер. Мен осы жерге 73 жылы келдім. Келін болып түскен жерім осы Ақпай. Алғашқы баламның өмірге келген жері осы Ақпай. Жұмысқа байланысты. Күйеуім осы жерде көп жылдар дәрігер болып жұмыс істеді. Сосын жұмысына байланысты 77 жылы Бекбауылға көштік. Қазір шүкір жаман емеспіз. Өсіп өндік, Бекбауылда тұрамыз. Бірақ енді ояққа барғаннан кейін бұл салада жұмыс істедік. Құрметті демалысқа шықтық. Алатын атағымызды сол жерден алдық. Бірақ барлығы осы алғашқы жұмыс істеген жерге байланысты ғой. Коллективке байланысты. Мен 1978 жылы Қамбашта жұмыс істедім. Бір жылдан кейін осында келдім. Міне сол жиналған тәжірибелер, қайырлы ағайлардың, ұлдай апайлардың бізге берген тәрбиесінің арқасы, үйреткен тәжірибелерінің арқасы дейміз. Шүкір, сыйсыз емеспіз. Ауылдағы үлкен кемпірдің бірі болдық. Ақпай десе құлағымыз ереңдеп тұрады. Көз көргендер бар. Біздің кезімізде кімдер болып еді дегенде қазіргі жамандардан басқа онша білмейміз ғой. Сөйтсек Нұртуған деген оқушымыз болған екен. Рахмет көп-көп Нұртуған. Атымды шығарып атырсың. Бұл кезде енді олар бастауыштан ел шыққан кездер шығар. Менің көп жұмыс істеген жоқпын, 4 жыл ол сияқты жұмыс істеген. Аманшылықта кездесейік, тек қана тойларымызда кездесейік. Мына жерде шеттерген ағам отыр екен. Сәлем бердік аға, батырасыз бас. Көргенде. Аманшылық болсын. Ал енді мұнан кейінгі әжеміз осы мектептің зейнеткері. Қай жылы шықтың жеңше? Иә, осы кісіге сөз беріледі. Құрметті қонақтар, ардагерлер, мектеп түлектері, бүгінгі мерекелерің құтты болсын.
90 жылдық деген ол үлкен сан ғой енді. Соған дейін осы барлығын іргесін қалап, осы уақытқа дейін жеткізген осы ауылдың азаматтары, түлектері деп ойлаймын. Ал енді мен өзім не келсем, мен 1982 жылы келдім осы мектепке. Бірақ біздің негізгі жеріміз осы жер екен. Палуанның жеріне барам деп менің қайнағам бізді осы жаққа жіберді. Өзі пенсияға шығар 1-2 жылдан кейін, сендер бара беріңдер. Сонымен біз осы 82 жылы шалымыз екеуміз келдік. Осында қызмет істедік. Шүкір, жақсы болдық. Енді үлкендер кетіп, кейінгілер орнын баса береді ғой енді. Барлығына да осы мектепте жұмыс істедік. Жақсы қызмет еттік деп ойлаймын өзім. Бірнеше балаларымның түлектерім бар қазір. Олар өздері білер еді кімді оқытқанымды. Қазір басымызда тұра да бермейді. Бізде 80 аядық. Енді мына мектеп ұжымы, мектеп оқытушылары барлығына да жақсы тілек тілеймін. Айналайын, бақытты болыңдар, дегендерге жетіңдер, дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын. Осы еңбектеріңнің арқасында өне беріңдер, өсе беріңдер, өркендей беріңдер. Бақытты болыңдар. Құрметті Ақбай ауылындағы ауылдастар, бауырлар, барлықтарыңызға жалын сәлем. Қош келдіңіздер елімізге, ауылымызға. Осы Ақбай мектебінде, Бастап мектебінде мен оқып, осы кісілерден білім алып, Қайырлы ағай бар, Ұлдай апай бар, Солғын апай бар, Аққалам апай бар, Нәжмәдин ағай, Әптікер ағай, барлық апай ағайлардың алдынан өттік. Сол кісілердің бізге берген тәрбиесінің арқасында, сол кісілердің бізге берген оқытқан білімдерінің арқасында ары қарай жалғастырып, өзіміз ел болып, халық болып, міне осы мектепте 19 жыл жұмыс істедім. Ақбай мектебінде оқудан бөтен. Осы Ақбайдың ыстығына күйдім, суығына тоңдым десем, Қайырлы ағайлар қоя міне, бағдауыл деп шақырып алып, барлық жұмыстарды жасайтынбыз. Бірігіп мына мектептегі мұғалімдеріміз, ауылда қызметкерлеріміз, мына Нартайыным бар, барлығымыз бізге бірге қызмет жасадық талай. Міне осы мектептің әкелеріміз оқыды, шешелеріміз оқыды, бауырларымыз оқыды. Барлығы да Аллаға шүкір, оқушыларымыздың, шәкірттеріміздің алды пенсияға шығып жатыр міне. Арты мектепте оқып жатыр әлі. Осы қуаныштымыз, осы мектеп көркейсе, осы мектеп ұбт-дан жақсы бала алып жатса, қуанып отырамыз. Бөтен елді мекенге кетсек те, мына тойларыңыз той қыласын. Мына оқушыларыма көбірек жаңағы қаттырақ болдым мен, кешірім сұрайым оқушыларымнан. Сонан жаман болған жоқсыңдар оқушыларым, Құдайға шүкір. Міне жақсы болдыңыздар. Анау үй толған сіңілім бір жағынан оқушым болды айтып жатыр өткенде. Бағдагүл апайдың тәрбиесі қатты болды, сонда да осындай дәрежеге жеттік деп. Міне барлық оқушылар өмір жастарың ұзақ болсын түлектерім. Мына ауылдағы үлкен қариялар, мектептегі, сырттағы аналарымыз, барлықтарымыз осы тек ауылға тойға келейік, қуанышқа келейік, той қыласын. Құрметті ауыл халқы, ұстаздар қауымы, бүкіл осы мектепте қызмет еткен ардагер ұстаздар, мерекелеріңіз құтты болсын. Мен осы мектепке 1992 жылы келіп, кеше 19 жылы зейнетке шықтым. 27 жыл жұмыс істедім, Құдайға шүкір. Қайырлы ағай, сізге мыңда бір алғыс. Алдымызда Асқар тау болып жүре беріңіз. Рекең директор болды, одан Жақсымұрат директор болды. Солардың арқасында Жеткерген ағай, Шырайгүл апай, өздерінің Ұлдай апай, өздерінің тілектерін айтып, әрқашан кеңестерін беріп отыр біздерге. Осы
тойға келген қауым, тойларыңыз құтты болсын. Әрқашан биіктерден ұстаздар көріне беріңіздер. Біздің мақтаныш ететін шәкірттеріміз көбейе берсін. Әр шәкірттерімізге біз қуанып отырамыз. Шәкірттерімізді мақтанып отырамыз. Мен мына шәкіртімді мен оқытып едім деп. Әрқашан ұстаздар қауымы сіздердің мақтан ететін шәкірттеріңіз көп болсын. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Осындай жиында әрқашан кездесе берейік. 100 жылдықта аман есен кездесейік. Барша ағаларым, апаларым, ақжаулықты оқушыларым, әріптестерім, бүгінгі мектептің мерейтойы 90 жылдығы құтты болсын. Ең бірінші мен дипломымды алып, өмірдің енді жаңа жолын бастағанымда, Исаевты алдында тұрғанымда, ол кезде Заурина Исаев еді. Сол кезде тие берсін, өзі жоқ болса да оның немерелері жүр осы жерде. Мол жігіт Ахан ағай менің қолымнан ұстап, сен маған мұғалім болып барады екенсің деп. Енді көшеде жүріп бара жатқанда ағай менің қолымнан ұстап алады. Аяғында мынандай биік тақа, ағайдың бойы кішкентайлау. Ағай өзім жүрім ғой десем, машина басып кетеді дейді. Сондай бір ағайдың үйінде жатып, ақ төсегінде жатып, сол үйдің жақсылық деген ағам болды. Соның үйінің айтпай кетуге болмайды енді. Соның үйінің жаңағы үлкені менікі болды да тары өздерінікі болды. Сөйтіп ең бірінші өмір жолымды сол Көктем деген елді мекеннен бастадым. Ол жерде 5 жыл жұмыс істеп, Құлбазар елді мекеніне келдім. Жолдасының жұмыс ауыстыруына байланысты. Одан кейін 1994 жылы осы Ақбай елді мекеніне келіп, 30 жыл жұмыс жасаптым осы жерде. Ең ұстаздық еткен өмірімнің көп жылы осы жерде болды. Сөйтіп 2024 жылы мен зейнеткерлікке шықтым. Осы жерде, осы әріптестеріме мыңдан рахмет. Сондай бір жақсы дәрежеде, жақсы көңіл күйменен мені зейнеткерлікке шығарып салды. Міне осы мына ағайдың, Жұмабай ағайдың да қолынан неше рет грамота алды. Осы жерге ең бірінші келгенде Қайырлы ағай әрі көршім болды, әрі ұстазым болды, әрі директорым болды міне. Енді сіздерге тек қана жақсылықты тілеймін. Өмірлерің ұзақ болсын, дендеріңіз сау болсын. Ақбай елді мекеніне тек қана қуанышқа келейік. Қазір мен де осы Ақбайдан көшіп Ақтөбеге іргемді бөлек салдым. Бірақ Ақбайдың ауасы маған бөлек. Бұның халқы да, елі де, жері де, тіпті малына дейін ыстық маған. Сондықтан тек қана осы елдің құмын топырағын басқан кезде тек жақсылыққа келектегім келеді. Мына алдымыздағы ұстаздар, қариялар, бәріміз аман жүріңіздер. Біздің сәлемімізді алып, бізге баталарыңызды беріп жүріңіздер дегім келеді. Рахмет, қандай қошемет көрсете де артық емес. Сіздер ортамызда жүргенде біз сіздерді мақтан тұтамыз, сіздермен мақтанамыз. Олай болса сіздерге 90 жылдық мерейтойдан сый-сияпатымызды қабыл алыңыздар. Қымбатты қонақтар, қымбатты апайлар, мынау мектебіміздің мерейтойына келіп жатсыздар 90 жылдық. Барлығы оң болсын, құтты болсын. Мына мектепте бізге сабақ берген Аққалам апайымыз, Толқын апайымыз, Орынбек апайымыз, Балдагүл апайымыз, Дараз апайымыз және өзімнің абысыным Әсем шешемін бүгін сіздерге не қандай сыйлық берсек те артық емес. Сондықтан әрдайым аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Қаншама шәкіртке, қаншама тілектер тілесеңіздер, сол тілектер сіздердің жанұяларыңызға, балаларыңызға барсын, балаларыңыз рахатын көріңіздер, әрдайым аман болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Рахмет көп сіздерге.